Қайырлы күн 7-ші сынып оқушылары. Бүгін біз сіздермен геометрия пәнінен параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері тақырыбын қарастырамыз. Осы тақырыпқа қатысты оқу мақсатымен танысайық. 7-ші сыныптың 1-ші бөлімінің 2-ші бөлімшесінің 3-ші мақсаты. Екі түзуді қиюшымен қиғанда пайда болған бұрыштарды танып білу. 4-ші мақсаты. Түзулердің параллельдік белгілерін дәлелдеу. 5-ші мақсаты. Түзулердің параллельдік белгілерін есептер шығаруда қолдану. 6-ші мақсаты параллель түзулердің қасиеттерін дәлелдеу. 7-ші мақсаты параллель түзулердің қасиеттерін есептер шығаруда қолдану. Параллель түзулер дегеніміз не? Соған анықтама берейік. Егер жазықтағы екі түзу қиылыспаса, яғни ортақ нүктесі болмаса, онда олар параллель түзулер деп аталады. Түзулердің параллельдігі параллель белгісімен белгіленеді. Егер А және Б түзулері параллель болса, онда ол былай жазылады. А және Б түзулері берілсін, және оларды қиюшы деп аталатын С түзуі қиып өтсін. Осы түзулермен құрылған бұрыштарды бірінші суретте көрсетілгендей 1 және 8 цифрлармен белгілейік. Екі түзуді қиюшы қиып өткенде 8 бұрыш пайда болады. Осы бұрыштардың жұптарының арнайы атаулары бар. 1 және 5, 4 және 8, 2 және 6, 3 және 7 бұрыштар сәйкес бұрыштар деп аталады. 3 және 5, 4 және 6 бұрыштары ішкі айқыш бұрыштар деп аталады. 4 және 5, 3 және 6 бұрыштар ішкі біржақты бұрыштар немесе ішкі тұтас бұрыштар деп аталады. Параллель түзулердің негізгі қасиеті аксиомасы былай тұжырымдалады. Берілген түзуде жатпайтын нүкте арқылы осы түзуге параллель бірден артық емес түзу өтеді. Бұл аксиоманы оқушылар біз есептеулерде және дәлелдеулерде қолданатын боламыз. Бұл аксиоманы есте сақтап алайық. Енді біз түзулердің параллельдік теоремасын тұжырымдайық. Егер екі түзудің әрқайсысы үшінші бір түзуге параллель болса, онда бұл екі түзу өзара параллель болады. Дәлелдеу. С мен Б түзулерінің әрқайсысы А түзуіне параллель. Бірақ бұл түзулер өзара параллель емес деп жорайық. Онда олар қайсы бір А нүктесінде қиылысады. Түзуден тыс жатқан нүкте арқылы осы түзуге бір ғана түзу жүргізуге болады. Бұл аксиомаға қайшы. Демек, С мен Б түзулер қиылыспайды. Ендеше С Б түзуіне параллель. Теорема дәлелденді. Түзулердің параллельдік белгілері. Егер екі түзуді үшінші түзу қиып өткенде айқыш бұрыштар тең болса, онда берілген екі түзу өзара параллель болады. Екінші белгісі. Егер екі түзуді үшінші түзу қиып өткенде сәйкес бұрыштар тең болса, онда берілген екі түзу өзара параллель болады. Үшінші белгісі. Егер екі түзуді үшінші түзу қиып өткенде тұстас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең болса, онда берілген екі түзу өзара параллель болады. Ал енді түзулердің параллельдік белгілерінің сызбаларымен танысайық. Бірінші теорема. Егер екі түзу мен қиюшы арасында пайда болған айқыш бұрыштар тең болса, онда түзулер параллель болады. Екінші теорема. Егер екі түзу мен қиюшы арасында сәйкес бұрыштар тең болса, онда түзулер параллель болады. Үшінші сызбада үшінші теорема көрсетілген. Егер екі түзу мен қиюшы арасындағы тұстас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең болса, онда түзулер параллель болады. Есте сақтап алайық. Ал енді оқушылар бірінші есепке назар аударайық. А, Б, Е бұрышы суретте көрсетілген бұрыштардың қайсысымен ішкі айқыш бұрыштар жұбын, ішкі тұстас бұрыштар жұбын, сәйкес бұрыштардың жұбын құрайды. Бұл есепте суретте көрсетілген А, Б, Е бұрышы ішкі айқыш бұрыш жұбы болатын бұрыш Б, Е, Ф бұрышы. Ал ішкі тұстас бұрыштар жұбы болатын бұрыш ол Д, Е, Б бұрышы. Ал сәйкес бұрыш болатын жұбы А, Б, Е-ге сәйкес бұрыш болатын бұрыш ол Д, Е, К бұрышы. Келесі есепке назар аударайық. Екінші есеп. Суретте көрсетілген ішкі айқыш бұрыштардың жұптарын, ішкі тұстас бұрыштардың жұптарын ата. А суретіне қарайық. А суретінде бізде ішкі айқыш бұрыштар жұбы 1 мен 4, 2 мен 3. Ал ішкі тұстас бұрыштардың жұптары 1 мен 3 және 2 мен 4. Б суретіне назар аударайық. Б суретінде ішкі айқыш бұрыштар жұбы жоқ және ішкі тұстас бұрыштар жұбы жоқ. Себебі
бұл екі түзу параллель емес. Келесі В суретіне назар аударыңыздар. Бұл суретте ішкі айқыш бұрыштар 4 пен 6, 3 пен 5. Ішкі тұстас бұрыштар 4 пен 5, 3 пен 6. Енді осы теориялық мәліметтерді қолданып есептер шығарайық. Оқулықта 15-те бірінші есеп. Екі түзуді үшінші түзумен қиғанда 8 бұрыш пайда болады. Олардың ішінде нешеуі доғал? Бұл ауызша есепті алдыңғы бірінші суретте көрсетілген сурет бойынша анықтап айтуға болады. Жауабы 4-еу. Келесі есеп 15-те төртінші есеп. Екі түзуді үшінші түзу қиғанда пайда болған барлық бұрыштар өзара тең болуы мүмкін бе? Жауабы мүмкін. Бұл есептің жауабы мына салдармен түсіндіріледі. Егер екі түзу үшінші түзуге перпендикуляр болса, онда бұл екі түзу параллель болады. Яғни бұл салдар бойынша бізде барлық бұрыштар 90 градус болатын бұрыштар болуы мүмкін деген жауап дұрыс болады. Ал енді оқулықтағы 15-те 8-ші есепті қарастырайық. АБЦ үш бұрышында бұрыш А 40 градус, бұрыш Б 70 градус, Б төбесі арқылы БЦ сәулесі АБД бұрышының биссектрисасы болатындай Б түзуі жүргізілген. АЦ және БД түзулер параллель екенін дәлелдеңіздер. Дәлелдеу. Үш бұрыштың үшінші бұрышын тапсақ, бұрышысы тең 180 азайту 40 қосу 70 тең 70 градус. Бұрыш СБД 70 градусқа тең, себебі BC биссектриса. Демек, BC қиюшы десек, бұрыш АЦБ тең бұрыш СБД екендігі шығады. Түзулердің параллельдік белгісі бойынша, егер екі түзуді үшінші түзу қиып өткенде ішкі айқыш бұрыштар тең болса, онда берген екі түзу өзара параллель болады. Яғни, АЦ мен БД түзулер өзара параллель болады. Дәлелденді. Өзіндік жұмыс. Үшінші есеп. Суретте көрсетілген төрт бұрыштардың АД және БЦ қабырғаларының параллель екенін дәлелде. Төртінші есеп. Суретте көрсетілген төрт бұрыштардың қандай қабырғалары параллель болатынын анықта. Жауабыңды түсіндір. Бесінші есеп. Параллель түзулерді анықта. Жауабыңды түсіндір. Алтыншы есеп. Берілген А мен Б түзулер С қиюшы бұрыш 1 мен 2 тең. Дәлелдеу керек. А-ның Б-ға параллель екендігін. Яғни сіздер, оқушылар, түзулердің параллельдік белгілерін қолданып дәлелдейсіздер. Назарларыңызға рахмет.